Исламский портал azan.kz представляет. Ал енді Рамазан жайлы бірер сөз қозғап өткім келеді, бауырлар. Мына алдымызда келе жатқан қасиетті мүбарак Рамазан айы бар. Оның қадірін білген де бар, білмеген де бар. Осы Рамазан айының келуі менен шығуы, оны қалай тұту жайлы жеңілдетіп айтып өткім келеді, бауырлар. Ішіндегі үкімдерін қалай қайтып екендігін имамдарымыз иншалла сіздерге кеңірек баяндар. Қандай сауал болса иншалла алдағы жұма намаздарда да, басқа намаздарда да сіздерге толығымен түсіндіруге әрекет жасайтын шығар иншалла. Бірінші үлкен нүктеміз осы Рамазан бабындағы, бауырлар, Рамазанның келу уақыты. Хадис кітаптарынан және фиқх кітаптарынан анық білетініміз, Рамазан бұл Рамазан айының тууымен басталады дейді. Бұл тууды көреміз да Рамазан бастай береміз. Оған екі адам дәлел болса болды деген мағына келеді. Дегенмен бүкіл 4 мазхаб кітабын ашып көріп шығыңыз. Рамазан айын оразасын қалай тұту керек десеңіз, сол сіз тұрған елдің жамағатымен бірге тұту керек деген міндет қойылады. Яғни сіз қай елде болсаңыз, сол елдің муфтияты, дін басыларының бұйрығымен бастаймыз және бірге бітіреміз. Бұл мазхаб ұстанатындарда да, ұстанбайтындарда да осындай үкім бар, бауырлар, біліп алыңыздар. Ал егер кімде-кім өзге бір елді ұнатып, мен Өзбекстанның оразасымен тұтамын, Ресейдің оразасымен тұтамын, Түркияның, Арабияның оразасымен тұтамын десе, сонда көшіп барсын. Және сол жердегі білімді адамдардан сұрасын. Қалай ораза тұтайын қазақ елінде деп, егер қазаққа сенбесе. Бауырлар, біз бір қауымбыз, бір елміз. Қыбламыз біреу, Құранымыз біреу, пайғамбарымыз біреу. Оразаны да бірге бастауымыз керек, бірге бітіреміз. Бір күн, екі күн бастап қоятын ол тақуалық емес. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күнді ықтият үшін тұтқан адамды қаралаған, қате деп санаған. Мынау күн Рамазан болса тұтайын, тұта салдым ары қарай. Рамазан болмаса нәпіл бола салсын деп тұту исламда дұрыс емес. Тек қана өзінің әдетімен тұтып келатқан, мысал дейік, дүйсенбі күні, бейсенбі күнгі оразалар дәл сол күнге келіп қалса, онда әңгіме бөлек болады. Бұл шәк күні туралы айтылған сөздер, күмән күні айтылатын сөздер. Бүгін Рамазан ба, жоқ па деп. Әйтсе де, бауырлар, біз сол күннен, ол бұрын еді, сол жайында айтылатын сөздер. Қазір технология, ғылым, білім дамыған заман. Адамдар айдың қай уақытта, қай минут, қай секундта туатынына шейін есептеп бере алады сізге. Сондықтан айтатыным, бауырлар, Рамазан айына қай күні басталатынын біздің Қазақстан дін басқармасы хабар берген, әлі де береді. Сол күннен бастап бірге ораза тұтайық. Иншаллах ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Рамазан жайлы, ораза жайлы айтылған сөздері көп пайғамбарымыздан. Солардың қазіргі сөз басына кеп тұрған әдемі сөзі хадисі құдуси болса керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тіліменен Аллах табарака ва тағала былай дейді: пендемнің жасаған ғибадаттарының барлығы өзі үшін болады. Оразасы да сондай ма деп ойлап қаласыз ғой. Намаз, зекет, қажылық барлығы өзі үшін болады.
бірақ ораза емес депті. Мен үшін ішіп жемнен тыйылды. Мен үшін аш жүріп шөліркеді. Мен ол кісімен қияметте өзім есептесем депті. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген бір хадис бар. Кімде-кім Аллах үшін деп, Аллахтың ризалығы үшін деп, бір күн, бір-ақ күн ораза тұтатын болса, Аллах сол бір күнменен ол кісіні 40 жылға дозақтан ұзақтастырады дейді. 40 жылға. Ол біздің мынау күндегі есеп емес, 40 жыл дейтін. Бәлки арғы дүниенің есебі. Ол күннің бір күні біздің 50 мың жылға татиды. Енді 40 жылды ойлаңызшы, қандай болады. Аллах табарака ва тағала, байқайсыз ба? Пендеге бұйырған бұйрықтары түрлі болып келеді. Ғалымдарымыз оларды фарыз, сүннет, мұстахаб деп бөлді. Тыйған тыйымдарын харам, макрух деп бөлді. Енді ақылына салған адам көреді. Парыздар азырақ болады, сүннеттер одан көбірақ. Мұстахабтар одан да көбірақ, мубахтар одан да көп. Осылайша Алла адамды қинамайшы деді. Бұйрық берсе де өз еркімен істесе екен деген бұйрықтар болды. Осы бұйрықтарының ішінде ерікті деп айтпаймыз әлбетте. Алланың мойнымызға міндет етіп қойған бұйрығы ол Рамазан. Рамазанда бір адамдар әртүрлі ниетпенен тұтады. Біреу денсаулығым жақсы болса екен деп тұтады. Сөйтіп өзінше бір медициналық тұрғыдан әңгіме айтады. Ораза тұтсаңыз, асқазаныңыздың мына жері ашылады екен, тамырыңыздың мына жері жүреді екен, анандай да болады екен, мынандай да болады екен. Міне пәлен деген медик ғалым былай депті, түген деген профессор адам былай депті деп дәлел айтады. Бір адам келіп айтады, жоқ дейді. Ораза дегеніміз ол Алланың парызы дейді. Мойныма салды, амал жоқ, орындайым дейді. Екінші біреу келіп айтады, жоқ дейді. Рамазан дегеніміз бұл тек қана денсаулық, тек қана парыз емес. Бұл Рамазан дегеніміз Аллахқа өзімнің махаббатымды дәлелдеу дейді. Осы кеңірек шығар деп ойлаймын. Неге екенін айтайын ба? Мына адамның өміріне көңіл бөліңізші. Адам не үшін өмір сүреді? Енді қазір көпшілік жігіттер былай деп айтар, әлбетте Аллах адамды құлшылыққа жаратты деп айтар. Бірақ енді одан төменірек түсейікші. Не үшін өмір сүреді? Өмірінің алға қойған мақсаттары не? Тамақ қой. Білесіздер ма? Қазақта сөз бар. Қара қазан мен қара баланың қамы ғой дейді. Осы жердегі жүрген көпшіліктің барлық сондай, имамдардан бастап, имам емес адамның барлығын есептейсаңыз, қара бала менен қара қазанның қамы дейді. Қара бала деп енді Қазекең жұмсақтау айтқан, енді оның ішінде келіншегінде қосады енді. Қара қазан деп адам өзінің тамағын айтты. Иә. Қанша дүние тапсаңыз да тамақ жей алмасаңыз, оның рахаты болмайды. Бір ұстазым айтады. Мысырда бір жиында отырсан, бір атақты әнші дастархандасы болды дейді. Әлгі кісінің әнін миллиондап адамдар тыңдайды. Суретін жүрегінде сақтап жүреді. Дастархандасы болып отырсам, әлгі кісі жұртқа күледі, бірақ жүрегінен мұң байқалады. Қарап отырып, сол мұңын
ашқым келіп айттым дейді. Көп адамдар бар, сыртқа жүнін қампайтады, өзінің аштығын білдірмейді. Осылай емес па десем, дұрыс айттыңыз деді дейді. Сөйтіп ішіндегі шерінің бірін былай деді дейді. Таңертең мен жұмысқа барам. Бара жатқанда көліктердің кептелісінде тұрған кезімде бір нәрсені байқаймын. Мына пәлен деген көшенің бойында көп кептеліп тұрып қалам. Сол жерде тұрғанда көшенің бұрышында фасольден жасалған тамақтар сатады. Оған бару оған ұят болады. Сол жерге жағдайы нашарлар келіп тамақ алады. Соны күніге бір жігітті көрем дейді. Қара жігіт дейді, еңгезердей. Келеді да тиынын зорға санап береді да тамақ береді. Әлгі адам тамақты құмарланып жейді. Сөйтіп бетін сипап альхамдулилля деп айтады. 2-3 минут тұрам, сол 2-3 минутта тамағын жеп болады дейді. Сөйтіп бет қолын сүртіп жұмысына әрмен қарай кетеді. Сол кісі енді қара жұмыстың адамы дейді. Сол кісіге қызығып қарайым дейді. Неге екенін айтайын ба дейді. Алла Құдай маған сондай дерт берді. Тамақ жей алмаймын дейді. Күніге $500 укол салдырам дейді таңертең. Кешке келгенде тағы сондай укол салдырам дейді. Сонда да тамақтың ішінде жеуге болатынын ғана жеймін дейді. Сөйтіп айтады, құрметті имам, не деген қапаста өмір сүріп жүрмін. Дүнием бар, сөмке ақша жатыр үйде. Қалтамда 5-6 банкының кітапшалары бар. Бірақ соған рахаттанып тамақ жемегесін оны қайтемін дейді. Не қыламын дейді. Сүйген тамағымды барып жеп, қарным тойғасын, рахаттанып, кекіріп, Алла Құдайға шүкір айтқанға не жетсін деді дейді. Қараңызшы. Тамақ. Көп адам ойлайды. Ой, тамақ қой дейді. Жоқ. Білесіздер ме, мына Қытай халқы бар, көрші халық. Әркім амандасқанда не мақсатта тұтатынын, қай нәрсені өзіне байлық ұстайтынын білесіздер. Қазақ халқы амандасқанда сәлеметсіз бе, немесе ассалауму алейкум деп амандасады. Екеуі бір мағына. Яғни сәлемет немесе саламат дегені ол амандық, денсаулық дегенді білдіреді. Арабтың сөзі өзі. Әссәламу деген, сәлем дегенде түбі амандық, деннің саулығы дегенді білдіреді. Қазақ айтады, бірінші байлық не дейді? Денсаулық дейді. Сөйтіп амандасамыз. Бізге бірінші қазақта сұрайтын нәрсеміз денің сау ма дейміз. Иә, қалған бәрін табасын онда дейміз. Қалған бәрі табуға болады. Ден сау болса болды дейді. Тамаша сөз. Бірақ ол бір халық қана ғой. Мына көрші Қытай айтады. Не жедің деп амандасады. Сөйтіп амандасады. Тіпті бай адамдары ең мықты мақтанған сөздері, бүгін мен мынадай тамақ жедім дейді. Ең керемет мақтаныш сөз ол оған. Бүгін мынадай тамақ жедім. Түске енді мынандай тамақ жейін деп тұрмын дейді. Ең керемет өмірінің мақсаты сол. Байлығы сол. Қараңызшы. Жерде 3 адам болса, соның біреуі Қытай дейді. Жердің 3-тен 1-і осылай амандасады. Не жедің деп. Бұл тамақтың адам өміріндегі орнын білдіреді, бауырлар. Көп адамдар ойлар әдемі сөзбенен. Маған тамақ керек жоқ. Тапқаным болса болды. Ондай, мұндай, ол әсем сөзді қойыңыз. Тамақ адамның үлкен жерін басқарады. Қазақта сол сөзді айтады. Кімнің наны болса, әні болады дейді. Немесе басқаша айтады. Нанды кім берсе, соның әнін айтасын дейді. Түсінесіз ба?
Яғни осы мақсатта мен ақша дүние емес, нан жайлы айтып отырмын. Бүкіл дүние тапқан ақшаңыз қарныңызды тойдыруға бірінші орында мақсат болады. Бір. Екінші нәрсе, бауырлар. Ол екінші нәрсе адамның нәпсісі. Еркек болса әйел іздейді. Әйел болса еркек іздейді. Осы нәпсі ол. Алла Құдай берді бұны. Оны қанша әдемілеңіз, бірақ ақиқат нәрсе ғой. Ақиқат нәрсе ғой. Мен деген тақуа адамның өзі, ер кісі, сұлу әйелді көргенде зорға өзін ұстайды. Зорға өзін ұстайды. Қандай тақуа адамдар болды тарихта, сол нәрседен тыйылған. Бірақ олар өте аз, бармақпен санаулы. Бармақпен санаулы. Мысал айтайын. Тарихшыларымыз айтады. Мына дүниеде сөз сөйлеп, сәби кезінен туласап сөз сөйлеген бірнеше ғана сәби бар дейді. Соның біреуі Иса пайғамбар болса, соның біреуі мына бір кісі деп хикая айтады. Бір күні бір құлшылық ететін тақуа кісі болыпты. Елден бөлек бір балшықтан салған ғибадат ханасының ішінде өмір сүреді екен. Ауылдың шетінде. Кісінің аласы ішінде дейді ғой. Адамдар ол кісінің сондай ғибадатшыл екенін көре алмайды екен біреулер. Мен бұны қатырамын деп екі бишара арақ ішіп отырғанда бір-біріменен сөз байласады. Сөйтіп өздерінің жүріп жүрген бір жезөкшесін шақырып алып, оған ақша береді. Мына ауылдың шетінде пәленше деген құдайшыл бір адам тұр. Соған барып, егер соныменен жақындассаң, тағы да осынша ақша берем дейді. Болды. Оңай тірлік. Күніге жасап жүрген жұмыс қой, ерлерді аздыру. Соменен әлгі адамның ғибадатханасына барса, намазда отыр екен. Жанына келіп өлең айтады, би билейді, қолынан ұстайды, тізесіне жатады. Барлық айласын істейді. Бірақ әлгі адам жалғыз өзі отырғандай құлшылығынан үзілмейді. Таңғалады. Анау адамның барын да, жоғын да сезбейді. Әбден анау кісі шаршаған соң, балағаттап шығып кетеді. Шығып бара жатса, бір сайдың бөктерінде бір бишара қойшы қой бағып отыр екен. Соған барып жақындаса салады. Сөйтіп келеді да айтады: міне, мен сол тақуа адамменен жақындасып келе жатырмын дейді. Сөйтіп тағы да ақшасын алып кетеді анау адамдардан. Оны қалай білеміз десе, енді 9 айдан кейін көреміз деп мәз болып қалысады. Иә, 9 ай болады. Алла Құдай әлгі жезөкшеге перзент нәсіп етеді. Содан бүкіл халыққа жариялайды әлгі екі арақбас: міне, сендер тақуа деген адам мынадай жезөкшемен жатты, біз екеуміз куәміз. Өзі де куә деп, міне бері кел деп әлгі жезөкшені алып шығарса, иә дейді. Жұрт күтеді босансын деп. Босанғаннан кейін баласын ұстаған күйі жұрттың барлығы ашуланып барып әлгі кісінің ғибадатханасын талқанын шығарып, ішінен бишараны сүйреп, тепкілеп, ұрып, үлкен алаңға алып кеп дарғаспақшы болады. Сөйтіп айтады: соңғы сөзіңді айт дейді. Содан әлгі кісі айтады: жарайды, маған жаңылдегі баланы алып келіңдер дейді. Кішкентай сәби бала ғой. Не істейсің оны? Жарайды, міне, жөргектегі бала дегенде, әлгі баланың басынан сипап: ей бала, сен не дейсің депті. Сөйтсе ол бала калима айтып: мен
анау сайда қой бағатын қойшы пәленшенің баласымын депті. Халық тәубе қылып кешірім сұрап, ғибадат ханасын одан да әсем қылып тұрғызып, сол кісіні екінші ғибадат ханасына бұзақыларды бармасын деп алдына қарауыл қойып қойыпты дейді. Бауырлар, бұндай адам аз, жоқ десе де болады. Жоқ бұндай адам. Екі адамның мысалын келтіре отыра, бауырлар, бір екі ақиқатты білдік. Біріншісі тамақ, екіншісі нәпсі. Білесіздер ма? Адам баласы өзінің тапқан дүниесі болсын, өзінің сүйген нәрсесі болсын, қандай жақсы көретін нәрсесін, ең қатты сүйген затына арнамай қоймайды. Мысал айтайын, бір бай кісілерге барып айтсаңыз, мына бір кедей кісі бар еді, жағдайы нашар еді, сол кісіге садақа жинап жатырмыз, не бересіз десе, 2000 теңге, 5000 теңгесін дірілдеп зорға шығарады. Сөйтіп қайта-қайта қарайды, екеу беріп қоймадым ба деп. Көресі шана жалғыз қағаз ба дейді. Сосын айтады, мешітте айтасаңыз пәленше берді деп айтып қойсаңыз дейді. Айтып қойыңыз енді дейді. Ал сол кісі бір жерге барып достарымен тамақ жесе, жай ғана 150 000 теңгеге шай ішіп кетеді. Не болды десеңіз, көңіл ғой дейді, 150 000 теңге қайда кетпей жатыр дейді. Бір шай іштік достарыммен дейді. Бәрекелді. Яғни Аллаға 5000 теңге. Арақпаз досына 150 000 теңге да. Кім жақын екенін түсінесіз ғой өзіңіз. Кім жүрегінен орын алғанын түсінесіз. Бір жігіттер бар, осында тұрады. Айтады, мына дүниеден шаршайым дейді, сөйтіп рахат іздеп демалыс іздеймін дейді. Қайдан табасыз сол демалысты десем, казиноға барып, бір 10-15 000 долларды жаратып, рахаттанып демалып қайтам дейді. Әдемі демалыс екен. Білесіз ба, 1,5 мың долларға умраға барсаңыз, ондай демалыс таппайсыз дедім. Сөйтсем, 1,5 мың доллар ма дейді. Не деген қымбат ол дейді. Ойласаңыз, ол кісі жай демалысына ондай ақша жаратпайтын сияқты. Бір күні айтып жүріп сол кісі умраға барды. Барып келгеннен кейін сұрайын ғой, қалай болды десем, бұл демалыстың жанында курортың болсын, басқан болсын, жай екен ғой дейді. Не деген рухани байлық дейді. Бауырлар, Алланың зікірі, Алланың ғибадатынан үлкен демалыс жоқ. Бауырлар, адам өзі сүйген нәрсесіне жаратқан ақшасының құнын білмейді. Соны айтқым кеп тұр мен. Ол 100 000 жарата ма, 1 миллион, 2 миллион жарата ма, рахат алса содан, оның құнын сезбейді. Бұл дүниенің ақиқаты ол. Мұның бәрін неге айттым, бауырлар? Алла табарака ва тағала айтады, «Лән таналул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун» дейді. Сіздер өздеріңіздің сүйген нәрселеріңізді Аллаға жұмсамайынша жақсылыққа жетпейсіздер дейді. Мына дүниенің бақытына, жақсылығына жете алмайсыз. Сүйген нәрсеңіз не бұл өмірде? Айтыңызшы. Бірінші орында тамақ, сол үшін өмір сүреміз. Екіншісі нәпсі, сол үшін де өмір сүріп жатқан адамдар бар. Бауырлар, осылайша қымбат заттар көп. Ең қымбаттарының бірі уақыт, ең қымбаттарының бірі өмір. Мұның барлығы адамға байлық болса,
Рамазан жайлы айтқым келеді, бауырлар. Алла тағала айтады: намаз оқисың ба? Өзің үшін. Қажылыққа барасың ба? Өзің үшін. Зекет, садақа бердің ба? Малың көбейет. Өзің үшін. Ораза ше? Бәрекелді. Оразада сіз тұрып, ең сүйген амалдарыңызды Алла үшін кешесіз. Біріншісі тамақ, екіншісі нәпсі. Ол нәпсіні де Алла адал қып қойған жарыңыз бар, соған да бармайсыз ғой. Адал қып қойған. Тамақта солай. Адал. Нан бар, су бар, ет бар. Адалынан тауып тұрсаңыз да, Алла Құдай айтты: Рамазанда күндіз аш жүрші деп еді. Сіз аш жүресіз. Жемейсіз. Нәпсіңізді де тиясыз. Қараңызшы. Үлкен құрбандық дейді бұны. Бірақ осы құрбандықты біреулер дұрыс жасай алмайды. Құрбандықтың бірінші ақиқаты ол Құран-ы Кәрімде айтады: сіздердің сойған малдарыңыздың қаны да, еті де Аллахқа бармайды дейді. Бармайды. Бәлки сіздердің жүректеріңіздегі тақуалық барады дейді. Бірінші ақиқат. Оразаға салыстырайықшы осыны. Сіздің аш жүргеніңіз, қарныңыздың ауырғаны, шөліркеп аузыңыздың кепкені, басыңыздың түстенген ауырып іскені Аллахқа бармайды. Алла мұнсыз. Сіздің нәпсіңізді тыйып, өзіңізді, көзіңізді тыйғаныңыз тағы да Аллахқа бармайды. Не барады онда? Жүрегіңіздегі тақуалық барады. Жүрегіңіздегі тақуалық барады. Сіз ол амалдарды жүрегіңізбен жасамай, ондай болса, сыртыңызбен жасасаңыз, онда ол ораза бос, ораза болды дегім келеді, бауырлар. Оған дәлелім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: көп адамдар бар, ораза тұтады, бірақ аш жүрген болады Алланың құзырында. Көп адамдар бар, намаз оқиды, бірақ олар жатып тұрғанның ғана сұрауын, жауабын алады дейді. Бірақ сауап жоқ оларда. Ғибадаттарының қабылы жоқ оларда. Неге? Өйткені жүректен жасалмады бұл нәрсе. Ораза, бауырлар, мына жүректен басталу керек екен. Жүректің түбінен шықпай оразада. Сіздің аштығыңыз жүректің түбінен шығу керек. Ал көп бауырлар ораза тұтады. Қалай тұтатынын айтайын ба? Түнімен интернетте отырады. Сөйтеді, күнімен ұйықтайды. Тек намазға тұрса. Сөйтіп кешке жақын асырда тұрады. Ойлайсыз ғой, енді бір құлшылыққа шығар десе, дәрет алып, жуынып, тамақ жеуге дайындалады. Қайтадан тамақ үшін ораза тұтқан болды ғой о кісі, бауырлар. Алла үшін емес. Тамақ үшін болды. Қараңыз, о кісінің аш жүргені сонда ұйықтағаны болды. Бауырлар, ол қандай ораза болады? Егер күнімен ұйықтаса, түнімен күнәсін жасаса қайтадан. Бауырлар, пайғамбарымыз қалай ораза тұтты деп ізденбейміз бе екен? Айша анамыздан сұрапты: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қалай ораза тұтты екен деп. Сөйтсе, Айша анамыз айтыпты: басқа айларды қайдан? Осы айда пайғамбарымыз ерекше болатын. Түнін аз ұйықтайтын, күндізін көп ғибадатта болатын. Түнде бізді қайта тұрғызып, ғибадатқа қарай шақыратын дейді. Қараңызшы.
Ораза айының барлығы осылай өтеді. Рухани байлықпен өтеді, бауырлар. Екінші ақиқат құрбандықтағы. Яғни біріншісі жүректен болса, екінші ақиқат махаббаттан болады. Аллахқа деген сүйіспеншіліктен болады. Білесіздер, адамның екі баласы болды, адам атаның. Екі баласы бір қызға таласты. Нәпсі, қайтадан ақиқат қоя өмірдің. Нәпсі. Адам нәпсіге таласады, тамаққа таласады екен. Екі ақиқат. Тамақ. Не істерін білмегенде құрбандық шалыңдар дейді оларға. Сонда құрбандық шаламын деп екеуі құрбандық шалады, біреуінікін қабыл етпейді. Неге? Өйткені ол адам малының ішіндегі ең әйтеуір біреуін береді Аллахқа. Әйтеуір біреуін. Махаббатын көрсете алмады. Ал біреуі малының ішіндегі ең мықтысын береді. Ең төресін арнады. Махаббатын дәлелдеді. Аллаға деген махаббат құрбандықта ғана білінбейді. Оразада ол құрбандық, бауырлар. Аш жүрсеңіз, Алла үшін аш болыңыз. Алла үшін болыңыз. Көзіңізді тыйсаңыз, Аллах үшін болыңыз. Бауырлар, ораза айы Құран айы дейміз. Осы Аллах үшін дегенді Құранмен түсіндіргім келеді. Құран оқумен түсіндіргім келеді. Бір жігіттің мына бір уақиғасы бар ғой. Ұзақ жерде оқуда едім дейді. Анам ғана хат таниды, әкем онша хат танымайды. Хатты анам ғана жазатын үйдің хабарын айтып. Сол кісінің хатын оқып тұрамын, үйдің жағдайын біліп тұрамын. Бір күндер хат саябырсып үзілді дейді. Оқуда жүрмін. Үйдің хабарын білейін деп телефон соқсам, үйдегілер айтты дейді. Уайымдама, анаңның қолы тимей жүр. Ол бір жаққа сапарлап кетті. Анда тойға кетті, мұнда бір жиын бар, ағайын туыс қой, өзің білесің дейді. Осылайша бірнеше ай өтті. Жылға жақындаған уақыт болды. Жыл болды. Бірақ хат сол күйі үзілді дейді. Баяғы жазған хаттарды қайта оқуға кірістім дейді. Баяғы соларды қайта оқимын. Үйдің хабарын жаңадан білгендей жүрегіме жылулық іздеймін. Оқуға қайтамын деп бел буып, әкеме қайтадан телефон соқсам, әкем айтты дейді, не болды, оқуың тәмам болды ма? Иә, болдым. Онда тезірек қайтсай үйге деді дейді. Сонан әлгі жігіт айтады дейді. Енді тағы да 6 ай жүрсем ғой. Мына оқуымды оқып бітірдім, бірақ кішкентай бір үлкен ғұлама кісілердің қолында жүредім, сол кісілердің батасын ап қалсам екен. Десе, әкесі айтыпты, мен бір ақиқат айтайын. Анаң дүниелік болды. Бірақ сен оқуың үзіліп қалмасын деп бізге айтпа деп өсиет етіп кетті оқуын бітіргенше. Сен оқуыңды бітіргесін, мен уәдемде тұрдым. Енді саған айтып жатырмын. 1 жылдан асып кетті, анаң дүниеден өтіп кетті дейді. Содан үйге қарай жиналдым. Күнім қара түн болды, түнім ұйқысыз болды. Үйге барсам анамды таппайтынын білдім. Анау баяғы жазған хаттарды қайта оқимын дейді. Сол оқыған сайын анамды көз алдыма келтірем. Күлгені,
басымнан сипап еркелеткені. Жанымда отырып құптаған сөздері, айтқан ақылдары, құлағымда жаңғырып кетпей қойды дейді. Сол хаттарды алсам болды дейді. Сондай бір дүние астан кестен болады. Махаббат, баланың анаға деген махаббаты. Сол жігіт айтады: расында да бүкіл әлемнің сұлуын жинап қойса да, сол анамның күлкісіне татымайды ғой дейді. Бауырлар, адам өледі, қайтып келмейді дүниеге. Бірақ Аллах өлмейді ғой. Аллах мәңгі ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам да кездер келіп дүниеден өтеді. Сондай хабарлар бар. Енді бұл хабарлар анық үлкен сахи хабарлар емес. Дегенменен ғибрат болсын үшін айтып отырмыз. Билал радиаллаху анху пайғамбардың жанында бүкіл өмірін өткізді десе болады, ислам өмірін. Сол кісінің жанында жүріп Алланы таныды. Құдайды танып ғибадатқа бет қойды. Ащы мен тұщыны көрді. Рахат пенен қиыншылықты көрді. Қатты жүрегі байланған, бауыр басқан адам еді. Бірақ ол адам ғой. Пайғамбар да дүниеден өтті, көз жұмды. Көз жұмды ғой. Содан Билал айтады: Мадинада жүрамалы қалдым дейді. Жүре алмай қалдым Мадинада. Қай көшеге қарасам пайғамбардың жүргенін көрем. Мешітке кірсем пайғамбардың орнынан отырған орнына қарай алмаймын. Азан айтсам ашхаду ан ла илаха иллаллахты айтамау, ва ашхаду анна Мухаммад Расулаллахты айта алмаймын дейді. Мадинадан көшіп кеттім дейді содан. Күндер өтті. Халыққа дін жеткіземіз, пайғамбардың сүннетін үйретеміз. Ол да үлкен еңбек. Бір күні түс көрдім дейді. Түс көрдім, түсімде пайғамбарымызды көрдім. Билал, азаныңды сағындық қой деді дейді. Жолға аттандым дейді. Мадинаға келіп, мешітке кіріп азан айттым дейді. Сөйтсем, пайғамбардың көзін көрген адамдар артымда отырып жылап отыр дейді. Себебі біреуін айтады, біреу айтады сахабан. Үйде отырсам, Билалдың азан естіледі дейді. Қолымдағы тірлігім жүрмей қалды дейді. Тастай салдым дейді. Пайғамбар қайта тіріліп келді ма? Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам қайта тіріліп келді ме екен? Билалдың дауысы ғой мынау деп. Бауырлар, пайғамбар болса да адам дүниеден өтеді. Әбу Бәкір бұл ақиқатты керемет айтады ғой. Кімде-кім Мұхаммед үшін дінге кірсе, Мұхаммед адам, ол өлді дейді. Енді қайтадан діннен шыға берсін. Аллах өлмейді, мәңгі дейді. Өлмейді, мәңгі. Бауырлар, сол бүкіл махаббат, мысалы пайғамбарымызға деген махаббат қайдан келді сіздің жүрегіңізге? Аллаға деген махаббат емес па?
Пайғамбарды кім үшін жақсы көресіз? Алла үшін ғой. Себебі пайғамбардан сіз мал мүлік дүние алмадыңыз. Пайғамбардан сіз мансап алған жоқсыз. Пайғамбардан сіз екі дүниенің бақыты болған, жәннаттың кілті болған исламды таныдыңыз. Рас қой. Сол үшін сүйеміз пайғамбарымызды. Атын айтқанда сағынамыз жүрегімізден. Бауырлар, ол сағыныш, ол махаббат Алланың алдындағы махаббаттан еш нәрсе емес қой, бауырлар. Алла Құдай сізді одан да артық жақсы көреді. Алла Құдай сізді күтеді өмір бақи. Қашан осы пендем хидаят табады екен деп. Алдымызда келе жатқан ай Рамазан айы. Алла Құдайға ең жақын болатын ай. Ал енді айтыңыз, бір сіз жақсы көрген адамның хатын қалай оқисыз? Егер бір адам сізге хат жіберсе, жақсы көретін адам, мысалы ұзақ оқуда жүрсіз, еліңізді сағындыңыз, анашыңыз хат жазды. Көшеде тұрғанда біреу сізге берсе, үйге барып оқиын демейсіз ғой, сол тұрған жерде хатты жыртып дереу оқығыңыз келеді. Не деді екен? Үйдің хабары не екен деп. Қалай жүр екен дейсіз. Бауырлар, Алланың Құраны бар сіздің алдыңызда. Бірақ соны оқуға асығып атқан адам көрмейміз. Соған махаббат қойып, сыртта жүрсе, сол Құранды қайта-қайта ойлап, қашан сол Құранның алдына жетеді екенмін? Қашан сол Аллахтың алдында отырып сұхбаттасар екенмін деп сезіне алмаймыз, бауырлар. Бұл ай, Рамазан айы, Құран айы, бауырлар. Құранды ашқаннан бастап Аллахпен тілдесесіз. Ғалымдарымыз айтады, кім Аллаға сөз айтам десе намаз оқысын. Ал кім Алладан сөз естем десе Құран оқысын дейді. Бауырлар, сіз Құран естесіз бе, жоқ Құр-ән естесіз бе? Көп адамдар Құр-ән естеді, Құран емес. Әдемі дауысыз дейді. Сол үшін болса керек, Құран оқылғанда жүрегіне діріл кірмейді. Құран естігенде Аллахқа деген жақындығы артпайды. Өйткені астағфирулла, о кісінің жүрегі Алладан ұзақ. Мына Құран айы, ораза айы осындай ай. Қорыта айтқым келетіні, бауырлар, ораза айы ұйқының айы емес. Ораза айы шаршайтын ай, ғибадат қылып. Оразадан қарныңыз аштан шаршаса, намаз оқыңыз. Намаздан шаршасаңыз, Құран оқыңыз. Құраннан шаршасаңыз, уағыз естіңіз. Ғибадаттан тоқтамаңыз. Бір сәтте тоқтамаңыз. Себебін айтайын. Қарапайым сауданың тілінде айтайын. Егер осы үлкен қалада тұрасыздар, бір жігіттер айтады ғой, мен акциямен өмір сүрем дейді. Неге десе, енді сол кездер жеңілдік болады, телефон алсам да сол кезде барам, машина алсам да, киім кисем де, сол акцияны іздеп жүрем дейді. Дұрыс па? Акция ғой енді. Егер сіз акцияны өткізбасаңыз не болады? Өкініңкіреп қаласыз. Ол үшін нәрсе емес. Егер сізге сондай бір акция келсе, сіздің армандап жүрген затыңыз өте арзан, қолыңызда тұрған ақшамен келсе да, сіз оны өткізіп алсаңыз, өзіңізге не дейсіз?
Не дейсіз өзіңізге? Пәленше, сенен асқан ақымақ жоқ шығар дейсіз. Дұрыс па? Қолыңда сол ақша болды, сол акция болды, сол тиынның да бәрі кеп тұр, сол неге алмадың, мақау дейсіз. Бауырлар, ораза айы адамның бүкіл күнәсін кешіретін ай. Бүкіл күнәсін кешіретін ай. Ғалымдарымыз айтады, Алла тағала күніге өзіне бас иген, ораза тұтқан, өзіне серік қоспаған адамдарды дозақтан азат етіп жататын ай дейді. Күніге дозақтан азатты қаласыз. Күніге. Күнәңіз тау-тау, теңіздің көбігіндей болса да кешіріліп жатады. Не деген акция, күнәнің бәрі жоқ болатын. Сауаптың бәрі есе болатын. Осы айда жүріп, содан махрұм қалған адамнан ақымақ адам жоқ шығар, бауырлар. Сол дүниедегі ең ақымақ адам сол шығар. Оразада жүріп, оразаның сауабынан айырылып қалған. Күндіз тамақ бермеңіздер оразада. Себебін айтайын ба? Мүмкін сіздің жүрегіңізде имандылық бар болып, енді бір адам дүниеден өтті, мен ас берейін, енді бұл қазақылық қой, мұсылмандылығым ғой деп ас бересіз. Сіздің асыңызға кім баратынын айтайын ба? Дені дұрыс иман бармайды, тақуа иман бармайды. Тек ақша іздеген адам барады енді оған. Ол Алланың құлы емес ол. Ол динар менен дирхамның, теңге менен доллардың құлы ол. Сол барады енді ол. Екінші, ол жерге оразасын тұталмай жүрген инвалид барады. Рухани инвалид адам барады. Рухани инвалид деген адам білесіздер ма? Енді инвалидтің түрі көп қой. Біреудің аяғы, біреудің көзі, алда Құдай о кісінің рухын құртып жіберген да, инвалид бейшара. Ол енді бірінші группа емес, енді нөлінші группа инвалидқа, о кісіге негізі ақша төлеу керек. Дымға жарамайды ол адам. Ораза тұт десе, қарны қабақтай, беті табақтай болып тұрып сылтау айтады. Ол адам инвалид адам. Рухани инвалид ол. Сондай рухани инвалидтер барады. Тамақ іздеп, әбет ішіп қояйық енді деп, жұмыстан шығып. Тие берсін деп. Тие береді ғой енді. Тиетін жеріне. Ал енді оның арасында ораза тұталмай қалған ауру сырқау барады. Ол бәрібір тамағыңызды жиямайды ғой. Өзі сіз майлы тамақ бересіз, ауыр тамақ бересіз. Ол өзі ораза тұтамаса денсаулығымен. Ол не жейді анау жерге? Енді ойлаңыз, осы кілең ығай мен сығай, мейрық пен сирықтың тілегенін сұрамақшысыз ба сіз? Сонда сол бір мейрық, сирық, әйтеуір ақсақ, тоқсақ бір нәрселердің арасына барып ас бермекшісіз ба сонда? Бауырлар, күндіз оразада ас беру осындай болады. Түсінем, ауызашар жасасаңыз, немесе оразадан бұрын не кейін жасасаңыз, жақсырақ болады. Екінші бір нәрсе, тіліңізді, көзіңізді, қол аяғыңызды күнәдан тыйсаңыз екен. Өйткені ораза тұтады бір адамдар. Сол боғауызы қалады. Білесіздер, тағы да бір осы оразаның бір қасиеті, бүкіл жаман әдеттен құтылу болады. Иә, тіліңізді өсек өтіріктен тыйыңыз. Бір ай бойы өтірік сөйлемеген адам келесі айда өзінен өзі тоқтай бастайды. Сылтау болады. Екінші, сигарет, насыбай деген нәрседен тыйылыңыз. Осы намазхан бауырларымыздан осы әдеттерді көреміз. Ана шайтанның соскасын аузына салып алады, мешіттен шыққасын. Өліп тұрып сорады соны сорғыштап, енді бір махаббат оған. Таң қаласыз ғой. Егер көшеде сізге да, мысалы енді, киелілігін айтайшы енді соның. Көшеде бір адам, сіз өтіп баратсыз, тоқтатып, кешіріңіз, сізде артық нан болса бола ма десе, бола ма сол адам? Сіз нан сұрай аласыз ба? Қарныңыз ашып тұр дейік, мысалы да, қарныңыз аш. Сіз көшеде қалаған адам тоқтатып, бауыр ренжіме,
қалтаңда нан бар ма, мен қарным ашып тұр деп сұрай аласыз ба? Осы жерде көп адамдар абырой тұтады өзіне оны. Астағфиралла, мен қайыршы емеспін дейтін, нан сұрайтын. Бірақ сигарет сұрай алады да, ол қайыршы да. Ол сигаретті қайыршы, ол кезде қайыршы болмай қалады. Көшені тоқтатып, бауыр сигаретің бар ма дейді. Түсінесіз ба? Қайыршыдан да төмен ғой ол нәрсе. Сол кезде бауыр болып қалады ол адам оған. Нан сұрай алмайды да. Нан абзал ғой оған, түсінесіз ғой? Нан сұраса бір адам түсінесіз ше? Бірақ біреулер бар. Бұл нәрсені өзіне ар тұтпайды. Бауырлар, хадисте келмеген ғой дейді. Сөйтеді да, кейбір жігіттерді көреміз, сақалы көкірегіне түсіп отыр. Мен сонымен жүрем дейді да, аузына ана шайтанның соскасын сореп отырады сөйтіп шеш қылып. Бейшара да ол адам. Ол адам да инвалид негізі. Ол адам да инвалид. Өйткені жүрегіне келген иман менен сыртының амалы дұрыс келмеген адам да ол. Неге екенін айтайын ба? Себебі ойлаңызшы, сіз жақсы көретін адамның алдына барасыз, көп барғыштайсыз. Көп бармасаңыз болмайды, дұрыс па? Өйткені пайғамбарымыздан қалған сөздер бар. Пайғамбарлар иннаху ауаб дейді, Аллаға қайтушы дейді. Аллаға көп қайтатын адамды Алла сүйеді. Намазға көп барса, оразаға көп, Құранды көп оқыса, аузы зікірден босамаса, жақсы нәрсе ғой ол, Алламен байланысын жеңілдетеді, жақсылатады, мықты қылады. Ал енді сіз жақсы көрген адаммен байланысар кезде сол жақсы көретін амалды жасамайсыз ба, дұрыс па? Бір адам, бір сыйлайтын адам бар. Бірақ ол адам дейік, әтірдің иісін ұнатпайды да. Мен бір сондай әтірлерді ұнатпайды. Аллергиясы бар дейік. Сіз оның алдына барып, енді бүкіл тапқан әтіріңізді сеуіп бармайсыз ғой, дұрыс па? Қайта әтір шықпаған киімдеріңізді тастап, әтір жоқ киімдерді алып, ана кісіге барып жолғайын, о кісі енді әтірге аллергиясы бар еді деп, сол кісінің жағдайын жасайсыз. Неге жақсы көресіз, сыйлайсыз? Бұл адам, бұл бауырлар. Валиллахил маталул а'ла. Аллаға одан да ұлы мысалдар болсын. Аллахқа одан да ірі мысалдар болсын. Сіз Аллахты сүю махаббатыңыздың дәрежесі ғой бұл. Егер сіз мешітке келсеңіз, аузыңыздан Құран шықса, астағфиралла деген сөз, пайғамбарға салауат шықса, сол ауызға алып барып нәжесті неге тығасыз? Тауықтың боғын насыбайды. Ол тауықтың боғынан жасалады ғой, түсінесіз ба? Анау сигаретті неге тығасыз? Сөйтіп тұрып, аузыңыздан қалай ұялмай Құран шығады? Қалай ұялмай Алладан кешірім сұрайсыз? Сөйтіп тұрып, қалай ұялмай айтасыз? Алла Тағала Құранда жазбады ғой деп. Намазхан адамға сол жараса ма? Қарапайым сұрақ қой сізге. Намазхан адамға сол жараса ма? Міне осыған ұқсас аурулардан құтылатын ай Рамазан айы. Аллах табарака ва тағала ғибадат құлшылықтарыңызды қабыл етсін. Жанұяңызды Рамазаншыл емес, Аллашыл, Құдайшыл адамдардан етсін. Рамазан айын рухани байлықпен өткізуді нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا اللهم елімізге тыныштық бер, исламға қуат, мұсылмандарға бірлік бер. Ауырған, дерт, сырқат, науқас адамдарға шипа бер. Я Аллахым, қарыз, құрыз, мойнында аманаты бар адамдарды, сол аманатынан, қарыздарынан құтылуды, немесе сол алашақтары бар адамдарды оңай жолмен алуды өзің нәсіп ет. Я Аллахым, дүниелік, ақыреттік тілектерімізді қабыл ет. Аллахумма салли аля сайдина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллим.